Армысыз көрермен, бұл бірге бір бағдарламасы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы белгілі жауынгер, Алаш Прайд тарихындағы алғашқы чемпион Зәмзәгүл Файзулланова. Айта кетейік, бағдарлама демеушісі Олимпиад. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба, қош көрдік. Зәмзәгүл ханым, 3 айдан бері үй бетін көрмей, Астанада жүр екенсіз ғой. Не істеп жүрсіз? Не себеп болды? Енді 3 ай деп айтсақ болады. Өзімнің бұрынғы арманым, өзімнің бірінші бастаған жолыма қайта түстім деп айтқым келеді. Дзюдоға қайтадан оралып, 3 ай болды. Оқу жаттығу жиынында жаттығып жатырық. Алдыда үлкен жарыстар бар. Сол жарыстарда жақсы өнер көрсеткім келеді. 3 айдан бері үй бетін көрмедіңіз ғой. Ата енеңіз, балашаңыз, өмірлік жарыңыз қалай қабылдайды оны? Құдайға шүкір, өмірлік жарым, енем Алла тағаланың жіберуі деп білемін. Одан кейін мен тіледім, тілегенімді берді деп айтсам да болады. Ол кісілер алдында білді, мен қандай спортпен айналсам, қандай жұмыспен айналсам, қандай оқу бітіргенімді. Сондықтан ол кісілер қарсы емес, тек қана өзіңе абай бол деп бір ауыз сөз айтады, болды. Пельмен деген, вареники, одан қалса котлеты, соның бәрін дайындап? Иә, соның бәрін енді даярлап кетем. Енеме жеңіл болсын деп, сәл-сәл. Ол кісі де жасы келіп қалған кісі. 3 жыл бұрынғы сұхбатыңызда, Зәмзәгүл ханым, сіз менің сұхбатымды қайын жұртым, ата енем көреді, сол үшін мен орамалын тастамаймын, орамалда шығамын деп едіңіз ғой. Енді қазір орамалсызсыз. Орамал тастауыңызға не себеп болды? 40 қадам деп айтсаң, жоқ, қалжыңдаймын ғой. Иә, орамал тағу әрине біздің ол салт дәстүр. Мен орамал тағудан еш қынжылмаймын. Көптеген менің өзімнің Инстаграм парақшамдан да көп байқап жатады мен орамалда жүретінімді. Енді бұл Астана қаласында жүргеннен кейін мынандай аяқ асты сұрақ болады деп ойламадым. Так, орамал әрқашанда қасиетті ғой. Бір үйдің білдей бір келінімін, бірдей бір ауылдың бетке ұстар келінімін, мен одан ұялмаймын. Сондықтан келесі сұхбат обязательно тағып келем. Жақсы. Сіз кезінде өзіңіздің бапкеріңізбен соттасқаныңызды білеміз. Сол соттасуға қандай дау себеп болды? Енді айтады ғой, мен өте сіз мені жақсы изучать еткен екенсіз негізі. Соттасудың себебі арызды бапкерім өзі жазды бірінші. Не? Одан кейін қазір айтамын сізге. Бапкер өзі жазды арызды, одан кейін біз Данияр Қасқарауов аға арқылы мен де шықпақшы болдым ол кісіге, кері хабарға. Сот арқылы емес, жеке дара шешейік, сотқа дейін жүгінетіндей әкетіп бара жатқан тірлік жоқ. Сіз ер адам, мен әйел адаммын, сондықтан бір дастарханда отырып шешейік деп ортаға Данияр ағаны салғам. Ол кісілер оған келіспеді. Енді мен өзім екінші высшее образованием заңгер, мен өзімнің құқығымды толыққанды білемін. Сондықтан мен ол кісілердің жазған маған искында менің өзімнің ұтатынымды мен білдім. Ол кісілер менен енді талап еткені 16 миллиондай қаражат. Сол баяғы ақша дейсіз ғой? Сол баяғы дүние. Қу дүние, сол ақша. Енді ол кісінің еңбегі бар, маған сіңген. Алаш Прайдқа алып келген кісі сол кісі, әскери қызметке де алып келген сол кісі. Бірақ мен ол кісіден ондай жауап күтпедім. Неге сонда арыз жазатындай не себеп болды, не істеп қойдыңыз? Арыз жазатындай мен енді Америкаға бардым, 2 баланы босанғаннан кейін Америкаға бардым. Формам баяғыдай болған жоқ. Егер ол 2018 жылы от болып тұрған кезімде барған кезде Америкада біраз қыздың азуымды батыратын едім. Америкаға 2021 жылы бардым. Формам жақсы болмағаннан кейін мен бапкерге өзім арызымды айттым. Егер де мен жаттығуым осы Америкаға дейін дайын болмаса, онда мен келесі жолы Америкада шықпай қояйын дедім да. Еліміздің намысын осындай алыс жерге барып таптатқан маған да ұнамайды дедім да. Егер біз дұрыс дайындаламыз, содан кейін дұрыстап шығамыз. Жоқ, әлде біз дұрыс дайындалмасақ, онда шықпай қояйық. Қайтадан басынан бастап, Қазақстаннан бастайық деп айттым. Ол кісі оған келіспеді. Себебі мен Америкада төбелессем, ұтсам да, ұтылсам да, ол жақта қомақты қаражат төленеді. Ол кісі сондай қаражат алғысы келді, өндіргісі келді. Мен ол жаққа барып, құр барып, ұтылып, турист болып қайтуға желанием болмады.
сонымен ол кісі спонсор болған арада, сол спонсордан қомақты қаражат алып отырған екен ол кісі. Сол қаражаттың 10%-ын ғана алып отыр екен мен. Сонымен енді спонсор сұрапты, неғып Замзагүл шықпайды, неғып көрінбей кетті. Замзагүлге мен осыншама ақша құйып ем, сол ақшаны неге ол қайтарсын онда деген арыз шығарған екен. Үйтсе ол спонсор өзі білмепті, ол ақшаның 10%-ы маған ғана жетіп атқанын. Соттың барысында оның бәрі тергелді, айтылды, жалған ақпарат болды. Жеңіп шықтыңыз ғой, иә? Жеңіп шықтым, Алланың қалауымен. Сондықтан әр қыз өзін заңды білу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Қазір ол кісіні кешірдіңіз ба? Әрине кешірем, ол кісі мен бапкерім. Одан кейін айтады ғой, текті адамдар кек сақтамайды деп. Өзімді тектілердің қатарынан көргім келеді. Кектілердің емес, тектілердің. Керемет. Бір сұхбатыңызда сол сот процесінен кейін мен ешкімге сенбеймін дедіңіз ғой. Сол пікіріңіз қазір өзгерді ма? Жалпы өзгерген жоқ. Ішімде айтады ғой, өзіңнің көзіңмен көріп тұрсаң да қолыңмен ұстап көр дейді ғой. Қолыңмен ұстап тұрсаң да иіскеп көр дейді ғой. Сондықтан өмір солай тәрбиелеп жатыр. Сол тәрбиелеге бағыну керекпіз. Өмір қаншалықты қиындаған сайын адамдарда айлакер болып бара жатыр деп айтсам болады. Ал енді қазір Замзагүл Файзулланова кімге сенеді? Замзагүл Файзулланова өзіне сенеді. Алла тағала күш қуат бергенде, қол бергенде, көз бергенде, шүкір Аллаға, тірлік істейміз, өзімізге сенеміз. Басқа қыздарды да өздеріне сенуге көндіреміз. Қазақстанда спорт саласында былық көп дегеніңіз бар. Ол былық әлде бар ма? Қандай спорт саласында түйткілді мәселелер бар? Баяғы жартас, сол жартас деп айтқым келеді. Бірақ баяғыда біз өзіміз жас кезімізде спортты бастап жатқан кезде қаржыландыру сол кезде жақсы болған деп ойлаймын мен. Қазіргі қаржыландыруға қарағанда. Себебі ақшаның құны кетті ма, жоқ адамдардың құны кетті ма, белгісіз. Бірақ баяғыда бізде Бекет Махмудович деген кісі болатын. Ол кісі боксты қатты көтерген, одан кейін дзюдо саласына келіп, дзюдоны жақсы көтерген. Ол кісі қаражатты да аямайтын, өзінің ақылын да аямайтын, уақытын да аямайтын, бізге келетін, ақылын айтатын, қандай да бір көмек керек болса беретін. Ал қазір жоғары жақта отырған адамдар төмен жаққа түскісі келмейді. Кімді айтқыңыз келіп отыр? Кімді меңзеп отырсыз? Сөз өз киесін табады, өз иесін табады деп ойлаймын. Түсінікті. Сіз енді Саят Абдрахмановпен жұмыс істедіңіз. Келісім шарт аяқталды ма? Саят Абдрахмановпен келісім шартымыздың уақыты аяқталды. Біздің виза, маған Америкаға берілген виза 1 жылдық болатын. 1 жылдық визаны біз 3 бой деп келіскенбіз. Оның 2 бойын өткіздік. Мерзім аяқталды. Саятқа ешқандай реніш жоқ. Саят керемет, молодец. Шетелде Қазақстанның біздің балаларын шығарып, үлкен-үлкен адамдармен, тұлғалармен сөйлесіп, біздің қарагөз ұлдарымызбен қарагөз қыздарымызды мұхиттың ар жағында өнер көрсетуіне барша атсалысып жатқан біздің білдей бір азамат деп айтқым келеді. Енді сол Саят Абдрахмановпен ары қарай жұмыс істеуге не кедергі болды? Неге тоқтаттыңыздар? Саят Абдрахмановпен неге тоқтатқан себебі ортада контракт болды ғой менің бапкеріммен. Ол контракт бойынша мен өзімнің бапкерімнен, өзімнің менеджерімнен асамайтын болып шықтым да. Ол контракт 2024 жылы майда аяқталды. Қазір енді сіздер білсеңіздер, менің менеджерім Қиқымов Мақсат Сакенович деген. Қазір Намат Wrestlingтің ұйымдастырушысы, соның директоры. Өзімнің менеджерімді таңдағанымнан қателеспедім деп ойлаймын. Демек сізді Наматтан көреміз алда уақытта, иә? Бұйырса. Бірақ енді қаншама менің менеджерім маған Наматтан соперник іздеп жатыр, таппай жатыр. Қазір мен енді айтқым келеді, егер де кімде-кім Намат Wrestlingке мен партерде, жоқ әлде стойкада күрескісі келсе, дайынмын. Кім болса да. Келіңіздер, қатысайық. Қыздарға арналған жаңа жобаның шығуына біз себепкер болайық. Көшпенділер ойындарында сіз италиялық палуаннан жеңіліп қалдыңыз. Сол кезде біраз көз жасы төгілді, жанайқайыңызды көрдік. Ең ашысы не болды сол уақытта? Ең қиыны?
ең қиыны мен андай ғой, адамға сенемін да. Адамның ішінде адамшылығы оянады деп до конца сенетін адаммын да мен. Мені 2 рет алдап кетсе де мен 3-ші рет оған үміт беретін адаммын негізі. Мен енді бапкер ол жерде отырды, сол бапкер ретінде отырған кісіге, сол кісіге сендім. Бірақ боз кілемге шыққанда мен бар, Италияның қызы бар, төреші бар, болды. Сол үшеуміз ғана шешеміз. 2 адамның тағдырын. Соны бастапқы мен білу керек едім. Сонымен бапкеріңізге сеніп қалдыңыз ба? Бапкеріме сеніп қалдым. Содан сол менің қынжылатын, көзіме жас алатындай себеп сондай болды. Ал енді менің қызым ол кезде 1 жасар болатын. 1 жылдың ішінде мені сондай деңгейге көтерген Ғани Келдіқұлов деген қазақша күресінің ұлттық спортының бапкері, ол кісіге алғысым шексіз. Ол кісі егерде сол жерде сол кісі отырып маған секундант болған кезде жағдай басқаша болар ма еді деп ойлаймын. Ол жердегі жеңіліске сәтсіздік себеп болды ма, әлде әлсіздік па? Айтады ғой, өзіңді өзің алдама дейді ғой, алдасаң өспейсің дейді. Әлсіздік деп ойлаймын. Әлсіздік. Мен жақтан кеткен әлсіздік. Себебі бапкер, мен бапкерге 50% сендім, бірақ мен ол жерде сенбеу керек едім оған. Мен өзіме сену керек едім, өзімнің әлсіздігімді күшке айландыру керек едім. Ол бапкер жаңағы соттасқан бапкер ма? Жоқ, ол басқа бапкер. Вообще басқа бапкер. Ол бапкер неге сізді сатып кетіп отыр енді? Жоқ, ол жерде ол сатқан жоқ. Жоқса сеніп қалдым деп отырсыз ғой. Сенгенде былай болды ғой. Төреші баға береді да, сол баға береді де, сол бағаны жоқ деп алып тастайды ол бағаны. Бірақ ол бағаны біз алып тастаған екен десек, ол баға басқа әдіске берілген баға екен де. Оны уақытылы, менің секундантым уақытылы тұрып, оны отмена жасамаған да. Апелляция беріп үлгеру керек еді десеңізші. Апелляция беріп үлгермей қалған да. Апелляция беріп, қас қағым сәтте сол оценка кетіп қалды да. Бірақ енді мен ойлаймын, Алла тағала соны, может быть, көрсетпей тұрған шығар маған. Сол оценканы маған көрсетпей тұрған шығар. Замзагүл әлде алдыға ұмтылу керек. Келесі жылы 2026 жылы көшпенділер ойыны болады. Соған алтыннан алқа тағуға әлде сенің күшің жетеді деген бір Алланың жіберген дайындаласыз. Ісі деп ойлаймын. Сот процесінен кейін ешкімге сенбе деп өзіңізге өзіңіз айтып едіңіз, сеніп қалыпсыз тағы да. Сот процесі содан кейін болды. Одан кейін бітті. Біз ол кісімен 7 ай, 8 айдай соттастық. Сондықтан түсінікті. 2022 жылы Америкада, ПФЛ-да өнер көрсеттіңіз. Бір 2 қызбен төбелестіңіз. Лариса бар. Сосын екіншісі қандай еді? Лариса Пачека. Мартина. Мартина. Оларды әлі білесіз ғой, иә? Әрине білем. Енді сол Америкада қатарынан 2 жеңіліс болды сізде. Қалай қабылдадыңыз? Не себеп болды? Өте ауыр болды. Себебі енді ол мен білесіздер UFC-ға шақырған. Егерде мен сол кезде виза берілетін болса, мен қазақтың тұңғыш қызы болып баратын едім UFC-ға. Ол кезде керемет формада едім мен. Может быть, сол жақта да жақсы өнер көрсетіп кетер едім. Енді маған консул виза бермей қойғаннан кейін мен консулға бұрылып кеттім. Мен түбі барам дедім да. Түбі барам дедім. 2022 жылы Алланың қалауымен бардым. Барып ұтылғаныма өте қынжылдым. Себебі ол кісілердің дайындықтары қандай? Еркек сияқты ғой. Олар деңгейі бөлек пе екен? Деңгейі бөлек, бізден 10 жылға алдыда жүр деп айтсам да болады. Себебі әр қойылған қадам, әр қойылған удардың өзі есеппен да. Бізде енді біз максимально Майк Тайсонның несін естіп алғанбыз ғой. Бір ударды 1000 рет отработка жасасаң обязательно шығады деп ше. Ол кісілер болса, сен қалай қарта жүресің, солай қарта сені ұстайды. Оңға кетсең, оң қолымен ұстайды, солға кетсең, сол қолымен ұстайды. Тактикалар мықты. Одан кейін олар соперникті жақсы оқиды екен. Мені әбден оқыған екен. Күрестірген жоқ мүлде. Тек қана стойкада жұмыс істейміз деді ғой. Мен Лариса Пачека маған. Кел деп көрейік дедік стойкада не болатын. Екінші жеңілісім Лариса Пачекамен төбелесіп жатқан кезде 1-ші минутта мен мұрным сынып кетті.
арада 1 ай ғана уақыт болды. 1 айдың ішінде мұрнымды емдеген жоқпын, емдей алмадым да. Екінші соперницамен шығып ем, ол сол мұрнымнан қайта ұрды, ол қайтадан қанады, бірақ уже басқаша адамда мейірім пайда болады екен. Босанған әйел, баласы бар ана жүрегінде мейірім болады екен. Андай қазір көреміз ғой, енді 18-19 жасар қыздар, ана болмаған, олар кішкене андай агрессия болады оларда ше. Ал сен уже аналық сезім бар болғанның кезде, сен уже үйтіп ұра алмайды екенсің біреудің баласын. Жанашырлық сезім пайда болады. Жанашырлық сезім пайда болады екен. Одан кейін мен көп байқасаңыздар, мен Хоженисамен осы соңғы ережесі шыққан кезде Хоженисамен мен күрестім. Себебі білем ғой, ол да ана. Сондықтан енді мен оның қолын сындырайын деп ойламадым, бірақ енді айтылған сөздері сүйектен өтті. Одан кейін онымен тайталасып тұратын, сен бүйтіп айтқанда мен бүйттім деп пресс-конференцияда көкіректен itергені бар. Иә, сондайлар бар енді. Олардың бәрін бір жаққа ысырып, қазақ елінде қазақ қызы өз-өзін ұстай білу керек. Вот клеткаға кіргенде сөйлесейік дедім да мен оған. Сіз енді өзіңіз ақтап алып жатқан жоқсыз ба? Мен аналық сезім оянып кетті деп. Жоқ. Бұл деңгей бөлек қой енді, ол жақтың бәрібір де. Мен мойындаймын. Дайындықсыз бардыңыз, иә? Дайындықсыз бардым. Дайындығым 1 жылдың ішінде мен үлгермедім дайындалып. Себебі бізде коронавирус болды. Одан кейін мен босандым. 1 жыл арада уақыт өтті. 1 жылдың ішінде де мен жинала алмадым. Себептері о жақтың дайындығы бөлек, бір жақтың дайындығы бөлек. Мен просто қыздарға айтқым келіп жатыр, егер де сіздер қандай да бір деңгейге жетем десеңдер де, қандай да бір үлкен результат көрсетем десеңдер, сендер тұрмыс құрмай жатып істеңдер соның бәрін. Мен сияқты тұрмыс құрғаннан кейін алыста тұрған шынтақты тістемеңдер. Көз алдыларыңда барда бір жігітке ғашық болып, көздеріңе розовый очки тағып ап, болды, осымен кетемін деп ойламаңдар. Өмір айландырып әкеледі. Сол өмір айландырып әкелмеу үшін есікті қаттырақ жауып кетіңдер. Қаттырақ жапқанда халық еститіндей, есте қалатындай қылып жабыңдар. Назым Қызайбай секілді десеңізші. Иә. Сондай ғана айтқым келеді, ал өзімді ақтап алу ондай ойымда да жоқ. Спортшы қыздарға алтын сырға болсын, онда сізден кеңес қой енді ол. Әрине. Елге келгенде ұялады екенсің. Басыңды көтеруге сәл қиналасың. Бірақ уақыт бәрін емдейді дейді ғой. Уақыт бәрін емдейді. Алдында мақсаты бар адам, жігері бар адам, қол қусырып түсіріп қойып жүруге хақысы жоқ. Сондықтан басын еңсемді биік көтеріп, бала шағамды тәрбиелеп, қазақ елінде қыздарына да өзімнің ақылымды айтуды шештім, өзімді басқа сырынан көрсетуді, Алаш Прайд пойысына төбелесуге ынтамды қайтадан ояттым. Бірақ мен Алаш Прайд пойысына 2017 жылдары өзімнің ниетімді білдіргем. О жылдары қиын болды, ешкім пойыс қоймады. Хотя Алаш Прайдтан мен 7 бой өткіздім, бірде-біреуінде ұтылған емеспін. Елімізді сыйлап, жерімізді сыйлап, қандай да соперник таңдаған емеспін, бергенімен төбелескенмін. Енді сіздер білетінсіздер, о жерде мықты соперниктер да болды. Лиана Джоджуа деген, маған Дона Уайттан бірінші келген письмо. Мен бара алмағаннан кейін Ликаға берді. Лика менен кейін сол жаққа барды ғой. Өкінішті. Өкіндіңіз ба? Қап деген шығар енді. Мұсылманбыз ғой енді. Өкінгенмен бір Аллаға тастаймыз ғой, бір Аллаға сенеміз, бір Аллаға тастаймыз. Дегенмен ауыр деген шығар енді. Қолда тұрған, мысалы, UFC қолыңызда тұрды. Әрине. 3 күн ұйықтай алмай жүрдік. Жанталастық. Документтерін бәрін тапсырдық, сұраған нәрселерін бәрін істедік. Өзіміздің елімізде тұрып, Американың консулдарына сөзіміз өтпеді. UFC арман болып қалды ма, әлде сол күйі сағым болып қалды ма сізге? Арман болып қалды деп айтсам болады. Себебі 70% қолымызда тұрды ғой. Самолетқа бір қадам қалып тұр ғой негізі. Егер де сол күні берген күннің өзінде де ұшып кетер едім мен. Күйеуге шықпай. Маған отказ бергеннен кейін мен 2 айдан кейін тұрмысқа шыққам. Айтады ғой, бір есік жабылса бір есік ашылады деп.
яғни сіз UFC-ға бармағаныңызға өкінбейтін шығарсыз, дұрыс шешім шығардым деп ойлайсыз ба? Әрине, менің 3 баламның көз алдымда ойнап жүргеніне еш нәрсе жетпес. Алдағы уақытта қайтадан сол Американы бағындыру ойда бар ма? Америкаға бағындыру ойда жоқ. Енді тек қана дзюдодан 2028 жылы Америкада Олимпиада ойындарына жолдама алып жатсам, әрине. UFC-ге бара алмағаннан кейін күйеуге шығып кеттіңіз, көкпаршыға, дұрыс па? Дұрыс. Отбасылық өмір спортшы Зәмзәгүлді қалай өзгертті? Қаншалықты өзгертті? Ешқандай қатты өзгеріс болған жоқ. Себебі үйде істеп жүрген тірлік, сол тірлік. Өзімнің анама қалай қараймын, енеме де солай қараймын. Өзімнің әкеме қалай қараймын, күйеуіме солай қараймын. Сондықтан ешқандай қиналатындай дүние болған жоқ. Мен өзім ауылда өскен қызбын, әжемнің қолында өскен қызбын. Биыл әжем өмірден өтті. Иман болсын. Аумин. Сол әжем еңбекке баулған. Сондықтан енем де, жолдасым да, өзім де әжеме алғыс айтамын. Әжеңіздің қызсыз, тәрбиесіне өстіңіз. Әжем мықты болуды үйреткен. Әкем ұлды армандаған ғой негізі. Бірақ менің әпкем бар 91 жылғы. Одан кейін мен арада 13 жыл салып әкем мен анам ұл бала сүйген. Сондықтан бізді үйде еркектей қылып тәрбиелеп өсірген ғой. Әжем қатал кісі болатын, еңбекқор кісі болатын. Енді о кезде заман қиын болған, жоқшылық болған. Бірақ біздің әкеміз, менің әжем, ешқашан бізге жоқшылық көрсетпеген. Әрқашанда дастарханда тамақ болған. Ол үшін алғысым шексіз. Әжемнің еңбегі көп. Еңбегімнің адал болуына, істеген ісімнің арам болмауына сол кісі үлкен кісі, тұлға деп ойлаймын сол кісіні. Қазіргі жетістігіңіз сол енді. Иә. Әженің тәрбиесі болып тұр ғой. Алаш Прайдтың поясын үлгердім әжеме тағып. Сондықтан әрқашанда қарттарды бағалайық. Санаулы уақыт беріледі, сол уақытта бағасын бере білейік. Дұрыс айтасыз. Негізі жылайым деп келмегем деп сізге. Сора Рахмонова сіздің құрбыңыз. Құрбыңыз қашан алаңға шығады, октагонға шығады? Әлде ол да күйеуге шыққаннан кейін өзінің спорттық мансабын құрбан етті ме? Қалай ойлайсыз? Сора екеуміз бөлек адамбыз. Менің табиғатым бөлек, Сораның табиғаты бөлек. Иә, Сора жақсы қыз, тұрмысқа шықты, күйеуінің етегінен ұстап, күйеуінің айтқанының артынан кетті ол қыз. Ол кісі Сора қайтып келеді деп ойламаймын. Келмейді. Келмейді деп ойлаймын. Неге? Себебі ол өзінің мансабын аяқтадым деп сол шешіммен келіскен адам. Өзі де айтатын, мен егер тұрмысқа шығатын болса, мен қоям деп. Өзінің жолын тапты деп ойлаймын. Ойланып, салмаққа салып, уақыт қой. Адам болғаннан кейін екінші жарларыңа, болашақ жарларыңа түсіндіре біліңдер. Сәл шыда, уақыт бар. Осынша уақыт бере көр, осы уақытта өзімді көрсетейін. Қанша жыл еңбегімді төктім, терімді төктім. Сол терімді бір шелектен жинағанымды төкпей,
бір медальға айландыруға сен себепкер бола көр деп жолдасына айтып түсіндірсе, біздің қазақтың ерлері түсіне біледі деген ойдамын. Сіз өзіңіз джекпот ұтып алған секілдісіз ғой, 3 ай болса да түсініп жіберіп отырған мысалы. Жоқ, менің джекпотым ол менің енем. Мен күйеуім жібермесе, менің енем күйеуіме айтады, анасы ретінде жақсы тәрбие берген баласы тыңдайды, анасының бетінен қақпайды. Сондықтан менің джекпотым күйеуім емес, менің джекпотым ене. Сондықтан енелеріңе қараңдар. Күйеуім өте салмақты кісі, анасының, әкесінің, толыққанды семьяның жетегінде өскен бала. Сондықтан барынша түсінеді, барынша сенеді. Сенімін ақтап келе жатыр деп ойлаймын осы күнге дейін. Жүрген жеріңізде сәлем салып жүресіз. Алаш Прайдта мысалы қайын жұртыңызға сәлем салдыңыз, иә? Иә, сіз оны Баян Есентаеваның несін естімедіңіз ба жақсы? Иә, ол жабайылық деген пікірді айтты енді. Жоқ, ол жабайылыққа жатпайды. Мен ойлаймын, бізде өзі тарихта бар ғой, 30 ұлы бір күнде қайтыс болған кезде бір бала бере көр деп тілеп сұраған, сол баланы берген кезде аз ғұмыр сүреді деген. Аз ғұмыр сүрсе де бір бала бере көр деп Алла тағаладан сұраған екен. Сол кезде бір баланы бергенде елдің батасымен, елдің қолдауымен сол бала ұзақ ғұмыр кешкен. Сондықтан сәлем салғаннан менің белім бүкір болып қалмайды. Менің әке шешемнің еңсесі түсіп қалмайды. Сәлем саласыз ба эфирде? Сәлем салам эфирде. Мен ұялмаймын. Наоборот, мен тікелей эфирде сәлем салсам, соның ар жағында қаншама халық көріп жатыр, қаншама қыз келіншек, қанша қыздар көріп жатыр. Соларға тәрбие. Көрейік. Өзіңіз айттыңыз ғой, эфирде сәлем салам. Жоқ, сәлем сал. Дым қиналмаймын. Бір сәлем енеме, бір сәлем Сүткентке, бір сәлем қазақ еліне. Сондықтан сәлем салып, елдің батасын алып, сол батасымен көгерейік. Сіздің ММА-ға келген кезде, алғашқы жеңіске қол жеткізген кезде әкеңіз қатты ренжіпті, иә? Иә. Бірер күн сөйлеспей қойған екен. Менің әкемнің ренжіген себебі, әкем басқа біреуден естіді де, соған ренжіді, қынжылды. Ал мен әкемді қатты жақсы көрем. Әкемді қатты жақсы көргеннен мен әкеме айта алмадым. Неге? Мен осындай, ол кісі себебі мені дзюдоға берді. Ол кісі мен дзюдодан топ жаратыныма сенді. Ал ол кісінің сенімін ақтамай басқа спортқа әкеммен ақылдаспай кетіп қалғаным үшін мен сол үшін ғана өзім ұялдым деп ойлаймын. Енді жас болдық ол кезде. Содан ғана ұялып әкеме хабарласпадым. Әкем өзі бір көшеде тұрып, бір қазақтың қызы Файзоланова Замзагүл Файзола қызы деген бір қыз кеше ережесіз жекпе-жектен төбелесті, мықты төбелеседі екен, нокдаунға түсіп қалса да тұрып ары қарай есесін жібермеді деп айтқан ғой. Сөйтсем менің әкемнің аты өзі Файзолла. Ол кісі айтады да, Файзоланова Замзагүл Файзолла қызы деген тек қана мен дегене бар қыз ғой. Менің қызым ба, сонда маған айтпай деп. Соған ғана ренжіпті. Одан кейін хабарластым, сөйлестім. Әкеден артық, әкеден таудай тірек болатын адам жоқ. Әкем 100 жасасын деп тілеймін. Амин. Сондықтан әкем кешірді, жүрегі кең адам ол кісінің. Уайымдағаннан ренжіген шығар. Уайымдағаннан ренжіді. Одан кейін мен 2 бой қатарынан шыққаннан кейін көгерген жерлер болды. Әкем мен анамның жүрегі ауырмасыншы деп сол күні барсам да болатын еді, бірақ үйге. Бірақ маған бетіме тиген удар олардың жүректеріне тиеме деп 1-2 күн емделіп, тоналка жағып, сөйтіп бардым әке шешем алдына. Сол сіз үшін күні-түні уайымдаған, сізге жанашыр болған сіздің әкеңізге дәл қазір қоңырау шалсақ, қалай қарайсыз? Қоңырау шалуға болады. Менің әкем қазір просто Зайсан жақта жүр. Егер алса? Алса, әрине. Әрдайым алаңдаған, уайымдаған, әр жеңісіңізде, әрбір жекпе-жектеріңізде тақымын қысып отырған әкеңізге алғыс айтсаңыз. Громкаға қойып қойыңыз, пожалуйста. Міне менің әкем. Алло? Әке?
Ау, Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? жақсы. Ауылда жүрсіз ба? жақсы көремін. Жаңа жеттім ауыл. Әке, Ау, біліп жүріңіз, мен сізді қатты жақсы көрем. молодец. Не болды соқты? Жоқ, бәрі жақсы. Машина тұрған Жоқ, бәрі жақсы. Эфирда отырмын дейсің ғой. Эфирда отырмын, Спорт плюс деген бағдарламада. Сонда түсінді? Иә. WhatsApp-қа жібер. Бізде сөйлесейін. Сөйлесіңіз қазір. Сәлеметсіз бе, Заңдыгүл ханым? Бізде тікелей эфирде осындай керемет батыр қызды дүниеге алып келгендеріңізге мың алғыс сіздерге. Рахмет. Мың жасаңыз, тек қана қуанышты көріп жүре беріңіздер, аман болыңыздар. Білмеймін, айтасыз. Жақсы, әке. Давай. Айтып тұрмын, мен әкем ондай. Уайымдап кетті де біріншісінде. Не болды? Иә, не болыпты деп ше, себебі қорқады ғой қыз балаға. Әрине. Одан кейін мен айтпаймын ғой. Қандай да қиыншылық болса, сол қиыншылықтан шыққаннан кейін әкеме айтамын да. Или анам айтамын. Мен өз 3 баламды босандым. Босанғаннан кейін да, босанып болғаннан кейін 1 минуттан кейін сразу хабарласуға тырысамын ше. Себебі басқа біреуден естімесінші деймін да. Себебі анау ережесіз жекпе-жектен шыққаным уже сабақ болғанда маған. Сондықтан босанғаннан кейін сразу әкеме звондаймын, анама звондамаймын, әкеме звондаймын. Анамды да жақсы көремін, қатты жақсы көремін анамды. Бірақ әкеме бірінші хабарласам, әкеме айтамын, осылай бәрі жақсы, аман есен, немереңіз дүниеге келді деп әкеме өзім айтамын. Балаларыңыз сағындыңыз ба? Балаларымды ма? Иә, сағынасың ғой ана болғаннан кейін. Бірақ менде 2 ұл бала болғаннан кейін, ұл баланың ер адамның қазығы далада дейді ғой. Әрқашанда мен оларды қасыма байлап отыра алмаймын. Қыз баланы да уақыты келсе ұзату керек болады. Сондықтан жүрегіме жақын байлағым келмейді оларды. Қалада қасымда жүрсе, барша аналық махаббатымды көрсетемін. Ал енді осындай жырақта жүрген кезде, иә, тыңдаймын, барша қасында жүрген жағдайын жасауға тырысамын. Қимай жіберген шығар иә сізді сағынып? Жоқ, олар мені үлкен ұлым Үйреніп қалған ба? қимайды. Үлкен ұлым уже есі кіріп қалған. Анашым, сен ешқай жаққа шықпай қойсаңыз қалай болады деп сұрақ қояды маған. Иә. Мен айтам, балам деймін да, ертең сен ересек болған кезде сенің қасыңда аяғыңмен тең жүруге қазір мен жұмыс істеу керекпін деп айтам. Балам енді бірақ оны түбегейлі түсінбейтін шығар. Бірақ ол сана сезімінде қалады деп ойлаймын. Сондықтан балам... Енді балаларыңыз жекпе-жектеріңізді көре ме? Балаларым мен медальдарымды көреді. Жекпе-жегімді, иә, осы жолы Алаш Прайдта көрді. Менің қызым медаль әкелсем, қызым бірінші тағады сол медальді. Ұлдарым мамам жеңді деп қуанып, тойлайды. Ата-ана балаға үлгі ғой. Енді олар да былай төбелеске, спортқа жақын шығар. Алдағы уақытта, мысалы, қызыңыз бар ғой. Қызыңыз ММА таңдап жатса не істейсіз? Мен ММА таңдағанда мен ешкім қолымнан қақпаған, тек қана демеген деп айтсам болады. Сондықтан ол менің қызымның таңдауы, жүрегінің қалауы. Егер де оның жүрегіне сондай нәрсе түссе, басына сондай нәрсе іс түссе, оны Алла тағала салды деп ойлаймын. Ол өзі көтере алатын, Алла тағала бізге көтере алатын жүк береді. Сондықтан мен қызыма сондай жүк беріп тұр. Соны бірге көтеруге мен дайынмын. Зәмзәгүл ханым, ашық, сондай бір шынайы сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Аман жүріңіз, тек қана жеңіс тұғырынан көргіміз келеді. Рахмет, сіздерді келіп жеткен Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Алла тағалам қазақ елін гүлдендіре берсін. Әр қазағымның қызы жыламасын, тек қана қуанғаннан, әкесіне деген, шешесіне деген махаббаттан ғана жыласын. Жақсы. Айта кетейік, құрметті көрермен, бағдарлама демеушісі Олимпет. Осымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Келесі бағдарламада, келесі шығарылымда кездескенше.